елбасының айтқанымен жүріп, соғыстың бастауымен біз егер қолдауымен еңбектенетін болсақ, одан ешқандай қазақтың бұлай айтқан кезде мәртебесі биіктемесе ешкім ешқандай төмендемейді. Ал енді қазір айтарым мына кәсіпкерлерге, дұрыс осындай жолдауды оқып алсындар. Сендер сол ауылдық жерлерге, өздерің туып өскен жерге барып балабақшасы бар ма екен, мектебі ремонтталды ма екен, қаражат күнге көп. Қазір облыс көлемінде 100 мектеп, 100 больницаның программасында көп тіршілік жасалды. Бірақ істелмей жатқан жерлер бар ғой. Сол жерге барып, ауыл елдеріңе, сол жерде жатқан ағайындарыңа біраз тіршілік жасап берсеңдер деп соған шақырырым. Ынтымаққа, ауызбірлікке, ұлттың ең бір жақсы қасиеті бір-бірімізді қадірлеп, қастерлеп, сіз деп жоғары көтеріп тұрсақ, біз одан ешқандай кем болмаймыз.